Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше әрі тез дайындалатын омлет рецептімен бөліскім келеді. Ең алдымен таза ыдысымызға шұжықты кесіп саламыз, яғни колбаса. Оны әртүрлі пішінде кесіп салсаңыздар да болады. Оның үстіне менде 4 жұмыртқа салатын боламын. Омлеттің мөлшерлемесіне қарай көбейтсеңіздер болады. Және де 3 ас қасық сүт құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дәм тұзы бойынша кішкене тұз немесе дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Жақсылап араластырып болған соң табамызға кішкене май құямыз және де массамызды салып, бетін жауып 10 минутта пісіретін боламыз. Жасалу жолы өте оңай, кез келген адамның қолынан келетін таңғы асқа омлет дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Келесі кездескенше. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry, 'cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. You remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did